Құрметті халайық, мына Аманат партиясының жаңадан пайда болып жатқан Әділет партиясына қосылады деген жаңалық бүкіл елге тарап кетті, естіп жатқан шығарсыздар. Негізі былай қарап тұрсаңыздар, бұл Әділет дейтін партияның пайда болғаны күні кеше ғана. Ал партияның төрағасы кім дейсіздер ғой? Мына Айбек Дәдебай дейтін адам, бұл Тоқаевтың қасында 20 жылға жуық уақыт бойы Тоқаевтың қасында жүріп, әбден шыңдалған адам. Күні кешеге дейін 2026 жылдың мына 5 мамырына дейін президент әкімшілігін басқарған адам. 7 мамыр күні бұл бартта жаңағы арасы бірнеше күнде жаңа партия пайда болды да, бұл партияның төрағасы болып шыға келді. Тоқаевтың қасында жүріп 20 жылға жуық уақыт бойы шыңдалған адам жаңа Әділет партиясының төрағасы болып шыға келді. Ашық дерек көздерде тұр, оқып қарасаңыздар болады. Енді бұл ешқандай жасырын емес. Менің айтып отырған бір аспаннан алып жаңағы не болмаса бір құпия деректер емес. Тоқаевтың қасында сонау 2000 жылдан бастап, шамамен 2000 жылдан былай қарай әбден шыңдалып, Тоқаевтың қасында жүріп, жаңағы әр түрлі салада қызмет еткен адам қазір жаңа партия ашып, төрағасы болып, енді Ерлан Қошанов жаңағы білесіздер, Аманаттың белсенді өкілі, жаңағы Аманаттың бұрынғы Нұр Отанның, қазіргі Аманаттың енді бұлар сол жаңадан пайда болған Әділетке қосыламыз деп жатыр. Енді былай қарасаң, енді бір күлкіңді келтіретін нәрсе негізінде Ерлан Сайыров дейтін депутат бар ғой, білетін шығарсыздар. Ерлан Сайыров дейтін депутат бар, жаңағы Аманаттың депутаттарының бірі. Бұны оның айтуына қарағанда, Аманат партиясын туралы халық ойланған кезде Назарбаевты, бұрынғы Назарбаевтың дәуірінің жүйесін еске алатын көрінеді. Енді Әділетке қосылу бір жаңашылдық, енді сондай бір жаңағы әсер қалдырғысы келетін сияқты меніңше. Енді көпшілік адам неше түрлі нәрселер жазып жатыр. Негізінде мұндай математикада да керемет формула бар ғой. Қосылғыштардың орны ауысқанымен қосынды өзгермейді дей ма? Бәрібір сол депутаттар барып отыратын болса, ол партияны жаңадан ашудың қандай қажеттілігі болды екен, соны түсінбедім мен. Сол Аманат болып қала бермей ма деген ой ғой мендегі. Оған жаңағы атын өзгертсе халық басқаша ойлайды деп, басқаша нәрсені елестетеді деп ойлайм екен әлде, соған әлде сенем екен. Меніңше депутаттардың сол депутаттардың өздері өзгеру керек сияқты меніңше, халық өзгерісті сезіну үшін. Қайрат Жолдыбайұлы ағамыздың да не жазып жатқанын оқыған шығарсыздар, О кісінікін оқымасаңыздар, оқып алсаңыздар болады. Енді қалай дегенмен де тек аты өзгеру, мысалы талай сол билікке сын айтып жүрген Ренат Заитовтың депутат болып отырған білесіздер, Аманатпен, бұрынғы Нұр Отан, қазіргі Аманат. Аманатпен жақсы жұмыс жасады Ренат Заитов. Кезінде ақын болып жүрген кезде Ренат Заитовтың қалай сөйлегенін білесіздер. Қазір енді депутат әйтеуір басқа депутаттармен салыстырғанда әйтеуір халықтың бір несін айтады, керекті нәрселерін айтады, әйтеуір айтады, енді сөйлемей отырмайды. Бірақ жаңа партия ашу кімнің идеясы болды екен деп ойланам мен. Кім бұндай ұсынысты жасады екен? Президент әкімшілігін басқарып отырған адам жаңадан партия ашып, оның төрағасы болу, және ол адамның 20 жылға жуық Тоқаевтың қасында жүріп әбден шыңдалуы, бұл сол баяғы сол Нұр Отанның тарихын қайталамай ма деген нәрсе. Өйткені Аманаттың депутаттары кейіннен осы Әділеттің атынан, жаңа ашылып жатқан Әділет партиясының атынан сайлауға түсіп, қайтадан билікке баратын болса, құрылтайға баратын болса, құрылтай деп атаймын деп жатырмыз ғой енді жаңа парламентті. Не өзгереді?
не өзгереді, не қандай өзгеріс болады? Сол депутаттар, сол адамдар тек аты өзгерді,